Бірақ бүгінгі менің айтқым келіп жатқаны бұл керемет нәрсе. Бұл салауат. Салауат айтып адамдар өмірде қарыздарынан құтылған. Салауат айтып өмірлерін өзгерткен. Қараңызшы. Салауаттың кереметін айтайын. Bir күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйінен шығып, бақшаға кіріп келе жатады да жерге құлайды. Сәждеге құлайды, сәжде жасайды. Ұзақ жатып қалады. Сонда жанында Абдурахман ибн Ауф радаллаху анху келе жатқан болады. Сөйтіп Абдурахман ибн Ауф радаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соншалықты ұзақ жатқандығы дүниеден өтіп кетті ма деп қорқып кеттім дейді. Сөйтіп барып тұрттым дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрып: "Ей Абдурахман, маған қазір Жибрил періште алейхиссалам келді" деп айтты дейді. Және айтты дейді. Қараңызшы қандай сөз айтты. "Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен разы емессің бе? Саған бір салауат айтқан сенің үмметіңе Алла тағала 10 салауат айтады." Ойлаңызшы, сізге Алла тағала 10 салауат айтса қалай болар едіңіз? Қазір елдің президенті пәленшеге сәлем айт деп сіздің атыңызды айтып жіберсе тентек болып қалар еді ғой. 3 күн ұйықтай алмай барып кластастарымызбен оны жуып. Бірақ бүкіл әлемнің Раббысы Алла тағала сізге сәлем айтса қалай боласыз? Соған бір салауат айтумен жетуге болады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Жибрил амин осы сөзді айтқан кезінде сәждеге құладым қуанғанына" дейді. Және қараңызшы, бұл салауат деген не еді? Бұл салауат негізінен өзіңе жасаған сенің жақсылығың. Сенің өзіңе жасаған жақсылығың деп ойлағанбыз біз. Сөйтсек айтады ғалымдар, кімде кім пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам салауат айтса, ол ата-анасына жақсылық жасаған болады дейді. Сіз қалай жақсылық жасауыңыз мүмкін ата-анаңызға? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой: "Кім маған салауат айтса, Алла тағала маған рухымды қайтарады, мен оған жауап беремін" деген сөз бар еді ғой. Соны біздің айтқан салауатымызды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға періштелер жеткізеді екен. Сонда олар не деп айтады? "Жарқын саған сәлем айтып жатыр" демейді. "Жарқын салауат айтып жатыр" демейді. "Тұрта ұлы жарқын саған салауат айтып жатыр" деп сіздің әкеңізбен бірге атайды екен сіздің атыңызды. Ойлаңызшы, күніне 1000 рет салауат айтсаң, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сенің әкең жайлы күніне 1000 рет еститін болады да. "Тұрта ұлы жарқын, тұрта ұлы жарқын, тұрта ұлы жарқын" деп 1000 рет айтылса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құлағында сенің әкеңнің аты өте таныс, жаттаулы есімге айналады дейді. Bir күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен отқан кезінде айтады: "Ертең кімде кім маған бір салауат айтатын болса, Алла тағала ол адамға 10 салауат айтады. 10 жақсылық жазады. 10 жамандығын өшіреді." Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Кімде кім маған салауат айтса, маған сәлем айтса, Алла тағала маған рухымды қайтарады, мен ол адамға жауап беремін" дейді. Сонда сахабалар: "Я Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, сіз ол кезде денеңіз шіріп жоқ болып кетпейсіз ба?" деген кезінде, "Жоқ, Алла тағала жерге пайғамбарлардың денесін жеуді харам еткен" дейді.